Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін бірінші сыныптың ана тілі пәнінің 3-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Олай болса балалар, бірден бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара, айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт дейді. Балалар, суретке мұқият қарайықшы. Суреттен кімдерді көріп тұрмыз? Қандай жыл мезгілін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Суреттен қыс мезгілін көруімізге болады екен, қыс мезгілі екенін қайдан білуімізге болады? Дұрыс айтасыңдар. Айналаның барлығы да аппақ қарға оранған екен. Балалар, қыс мезгілінде мұзда коньки теуіп жүр екен. Сонымен қатар барлық ағаштар да аппақ қарға оранған екен. Және де балалардың ар жағында автокөліктер кетіп бара жатыр екен. Аспанда ұшақ ұшып барады. Және де балалар, қараңдаршы, ағаштан және жерден қандай құсты байқап тұрсыңдар? Бұл құстың аты қандай еді? Сауысқан деп аталады, бұл құстың аты сауысқан деп аталады екен. Балалар, осы суретке қарап, қандай дыбыстарды естуімізге болады? Балалардың айқайлап ойнағанын, шулағанын естуімізге болады екен. Балалардың ар жағында кетіп бара жатқан көліктердің дауысын естуімізге болады. Аспандағы ұшақтың гүрілін естуімізге болады. Және де сауысқанның дыбысын естуімізге болады. Балалар, сауысқан қандай дыбыс шығарады екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, сауысқан саңқылдайды екен. Бұл жерден сауысқанның саңқылдағанын да естуімізге болады екен. Ендеше екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Мәтіннің тақырыбы дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз дейді. Ендеше мәтіннің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Бірінші сұрақ, тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Екінші сұрақ, су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Сөз мағынасын түсіндің бе дейді. Олай болса, бірінші сұраққа жауап беріп көрейік. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Олай болса, мәтіннің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Балалар, тіл дыбыстар арқылы біздер сөйлей аламыз, ойымызды жеткізе алады екенбіз. Келесі сұрақ, су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Сөз мағынасын түсіндің бе дейді. Қанекей балалар, бұл жерде су сөзінде екі дыбыс, екі әріп бар екен. Ендеше олардың орындарын ауыстырып айтатын болсақ, ус деген сөз шығады. Балалар, ус деген сөздің мағынасы бар ма? Түсіндік па бірдеңе? Жоқ, бұл сөз ешқандай мән мағына бермейді екен. Келесі тіл деген сөз. Тіл сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар екен. Бұл дыбыстардың орындарын ауыстырып айтып көретін болсақ, літ деген сөз шығады. Літ деген сөздің мағынасы бар ма, балалар? Жоқ, ешқандай мағынаны бермейді екен. Яғни тіл сөзінің дыбыстарының орнын ауыстырсақ, ешқандай мағынаға ие болмайды екен. Үшінші сөз құс сөзі. Құс сөзінде де 3 әріп, 3 дыбыс бар. Орындарын ауыстырып айтып көрейік. Сұқ деген сөз шығады. Яғни бұл сөзде де ешқандай мән мағына жоқ екен. Яғни мағынасын түсіне алмайды екен бізе. Балалар, олай болса, келесі беттегі ережені есімізге жақсылап сақтап алайық. Сөз дыбыстардан құралады. Дыбыстарды айтамыз және естиміз. Дыбыстар жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз және жазамыз дейді. Балалар, осы ережені мұқият естеріңде сақтап алыңдар.
Ендеше үшінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, бірінші бұл сөздерді бірге оқып шығайықшы. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл және қала деген сөздер екен. Мінекей балалар, осы сөздерді дәптерімізге көркем түрде көшіріп жазатын боламыз. Көшіріп жазып болғанша видеоны тоқтатып тұруыңа, яғни паузаға қойып қоюыңа болады. Жаттығуды көшіріп жазғаннан кейін қайтадан видеоны қосып, тапсырмаларды орындай аласың. Балалар, ендеше үшінші жаттығуды көшіріп болсақ, төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар дейді. Балалар, сөздер неден құралған деген сұраққа жаңағы айтып өткен ережені есімізге түсірсек болады, яғни сөздер неден құралған? Сөз дыбыстан құралады екен, яғни бұл жердегі барлық сөздер айна, ине, бота, лақ сияқты басқа сөздердің барлығы да дыбыстан құралған екен. Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар. Олай болса, оны білу үшін сөздердегі әріптер мен дыбыстарды санауымыз керек. Ендеше бірге санайық. Мінекей ай сөзіне назар аударайық. Ай сөзінде екі әріп, екі дыбыс бар екен. Келесі ине. Ине сөзінде үш әріп, үш дыбыс. Бота сөзінде төрт әріп, төрт дыбыс. Лақ сөзінде үш әріп, үш дыбыс бар екен. Ал торғай сөзінде алты әріп, алты дыбыс бар. Солай ма балалар? Келесі қарға сөзі. Қарға сөзіндегі әріптерді қанекей бірге санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. Келесі қарбыз. Қарбыз сөзінде 6 әріп, 6 дыбыс бар екен. Мінекей мектеп сөзінде де дәл қарбыз сияқты 6 әріп, 6 дыбыс. Жарайсыңдар балалар. Ал көше сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс. Ауыл сөзінде де, қала сөзінде де 4 әріп, 4 дыбыс бар екен балалар. Балалар, осымен біздің үшінші сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар.